Инфаркт, ишемия, стенокардия, артериалдық гипертензия – бұлар не десеңіз, жүрек ауруының 4-тен 1 бөлігі ғана. Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Әлемдік статистикаға сүйенсек, жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады. Ал елімізде адам өлімнің 47% осы жүрек аурулары. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарда ғана кездессе, соңғы уақытта дерттің жастар арасында да артуы байқалады. Ендеше жүрек ауруына не себеп? Оның алдын алу жолдары мен емдеу шаралары қандай? Осы сұрақтар төңірегінде бүгінгі видеода сөз қозғаймыз. Жүрек ауруына алып келетін себепті 3-ке бөліп қарастыруға болады. Біріншіден, ата-ана арқылы берілетін тұқым қуалаушылық. Әлем халқының шамамен 25% генетикалық факторларға байланысты миокард инфарктісінің дамуына бейім. Екіншіден, ер адамдар жүрек ауруларының дамуына көбірек бейім келеді. Себебі оларда әйел адамдардағыдай жыныстық гормон, яғни эстрогендер жоқ. Бұл белсенді заттар қан тамыр мен жүрекке қорғаныс әсерін тигізеді. Үшіншіден, ұстанатын өмір салтының дұрыс еместігі. Жүрек ауруына себеп ретінде шылым шегу, ішімдік, артық дене салмағы, күйзеліс, физикалық белсенділіктің аздығын келтіреміз. Адамның ағзасы көптеген үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады. Бастысы, ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Жүрек аурулары қандай белгі беріп отырады? Біріншіден, кеуденің ауырсынуы. Кейбір адамда кеуде тұсы аздап ауырса, басқаларында шаншу немесе жаншып ауыратын кездерде болады. Егер мұндай сезімдер пайда болса, онда жүректің ультрадыбысы немесе электрокардиограмма жасату керек. Бірнеше минуттан астам уақытқа созылған қатты ауырсыну кезінде жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Екінші, шамадан тыс шаршаңқылық. Үшінші, ұзаққа созылған құрғақ жөтел. Төртінші, физикалық күш түскенде ентігу және бесіншіден аяқтағы ісінулер. Осы белгілердің бірін байқасаңыз, бірден дәрігерге көрдіңіз. Жүрегіңіздің саулығын сақтау үшін алдымен тамақтану тәртібіне көңіл бөлген жөн. Себебі жүрек үшін дұрыс және салауатты тамақтану маңызды. Рационыңызға көбірек жаңғақ, кептірілген өрік, авокадо, зәйтүн майы және балықты қосыңыз. Жүректің саулығы толыққанды өмір сүрудің кепілі. Бұл үшін көп нәрсе қажет емес. Жай ғана жаман әдеттерден арылу, көбірек қозғалу және жүрекке пайдалы өнімдерді пайдалану. Егер осындай қазақ тіліндегі пайдалы ақпарат жалғасын тапсын десеңіз, лүпіл басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.